موسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ذكرا في القرآن. Musa aleyhisselam Kur'anda atı atalatın paygambarlarının içindeki, yani Musa aleyhisselamның atı Kur'anda başka paygambarlarga qaraganda köbürek atalатын paygambar bolup табылады. بعد موسى عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء ذكرا بعد موسى عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Musa aleyhisselamdan keyin Kur'anda en köp atı atalatın paygambar bul İbrahim aleyhisselam. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن 5 مرات باسمه، مرة 4 مرات باسم محمد ومرة واحدة باسم أحمد. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem Kur'anda 5 ret atымен аталған. Оның 4-еуі Muhammad деп аталған sallallahu aleyhi ve sellem, және 1 ret Ahmad деп аталған. عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل أن القرآن ليس من عنده، لأنه لو من عنده كان هو جعل اسمه في كل مكان. نعم. Әрі бұл Құранның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі жазбағандығына айқын дәлел болады. Егер ол өзі жазған болса, әрине өзінің атын көбірек жазатын еді басқаларға қарағанда. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الأنبياء والرسل الخمسة عليهم الصلاة والسلام. Musa aleyhisселам ұлы қайраттылық иелері болып табылатын улул азм болған 5 пайғамбардың бірі болып табылады. شوف الآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام سنذكر أشياء منها 2. نعم. أنا سأقول لك. Қазір біз Musa aleyhisselamның өмірбаянынан немесе қиссаларынан екеу атап өтетін боламыз. هم نبيين موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. Олар екеу. Yani Musa aleyhisselamмен бірге тағы да Harun aleyhisselam болды. وأنزل عليه وقال كتابين التوراة وصحف موسى عليه الصلاة والسلام. Yani Musa aleyhisselamға 2 кітап түсірілді. Біріншісі Таурат, екіншісі Ас-Сухуф, yani Мусаға түсірілген парақтар. الآيات على قسمين، قسم أول لفرعون وملئه وقسم لبني إسرائيل. Әрі Musa aleyhisselamға түсірілген аяттар екіге бөлінеді. Біріншісі Перғауынға қатысты түсірілген аяттар, және Перғауынға айтылатын аяттар. Екіншісі өзінің еліне, халқына, Бану Исраилге түсірілген аят. أرسل إلى أمتين فرعون وقومه وبني إسرائيل. Ол 2 қауымға елші етіп жіберілді. Фирғауынның қауымына жіберді, мысырлықтарға, және өзінің, yani Бану Исраил қауымына елші етіп жіберілді. لذلك الآيات كانت قسم لفرعون أول شيء وقومه، ثم بعد هذا كانت آيات لبني إسرائيل. Сондықтан да оған түсірілген аяттар екіге бөлінеді. Біріншісі Перғауынға қатысты түсірілген аяттар, екіншісі Бану Исраилге қатысты түсірілген аяттар. عاش حياتين، حياة أول في مصر ثم الحياة الثانية في مدين، حياة هنا في رفاهية، حياة هنا في تربية الغنم وما إلى ذلك. نعم. Ол оның өмірін де екіге бөлуге болады. Ол бірінші Мысырда өмір сүрді. Содан кейін Мадиянға көшті. Тура сол сияқты оның өмірінің кейпі де 2 түрлі еді. Ол Мысырда өмір сүрген кезде ол Перғауынның сарайында өмір сүрді. Ал Мадиянда ол қой бағып өмір сүрді. الأمة الأولى لموسى عليه الصلاة والسلام هي موسى عليه الصلاة والسلام. الأمة الثانية التي ربت موسى عليه الصلاة والسلام هي آسيا امرأة فرعون. Оның анасы да, yani оны тәрбиелеп өсірген аналар да екеу еді. Біріншісі оның өзінің туған анасы, ал екіншісі оны асырап алып, бағып өсірген анасы, ол Фирғауынның әйелі Асия еді. الله سبحانه وتعالى أمر موسى بأمرين ونهاها عن أمرين وبشرها ببشارتين. Аллах тағала Мусаның анасына 2 нәрсені бұйырды. Және 2 нәрсеге тыйым салды. Және 2 нәрсені сүйінші етті. أمرها بأمرين. Ол оған 2 нәрсені әмір етті. إرضاع موسى. Мусаны емізуді. إذا خافت عليه تلقيه في النهر. نعم. Әрі Муса алейхиссаламды бесікке салып, суға ағыз жіберуді бұйырды. نهى عن أمرين. Әрі Муса алейхиссаламның анасына 2 нәрсеге тыйым салды. لا تخاف يعني على المستقبل، والثاني لا تحزن على الماضي. نعم. Және оны Муса алейхиссаламды суға ағызған кезде оның болашағы туралы қорықпа,
қорқуға тыйым салды. Және оның бүгінгі күні туралы, яғни мұңға шалынуға тыйым салды. وبشرها ببشارتين. Және Муса алейхиссаламның анасын Алла тағала екі сүйіншімен сүйінші. الأول أن يرجع إليه، الثاني يكون من المرسلين، بل هو من أعلى المرسلين، يعني الخمسة. نعم، لا يعني هو ضمن الخمسة أنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أولي العزم. نعم. Әрі сол екі сүйіншінің біріншісі, Алла тағала ол өзінің ұлын бесікке салып суға ағызып жатқан кезде оған қайтып келтіретінін оған сүйіншіледі. Және Муса алейхиссалам ұлы пайғамбар және ұлы қайраттылық иелері болып табылатын, улул азм болып табылатын 5 ұлы елшінің бірі болатындығымен сүйіншіледі. لقب موسى كليم الله. Муса алейхиссаламның лақабаты Калимуллах болып табылады. نعم. عدو موسى من هو عليه الصلاة والسلام؟ Калимулла деген сөзге тоқталып өтсек, كليم الله لأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بلا واسطة، بدون جبريل عليه السلام. Калимулла деген сөз бұл Алла тағала Муса алейхиссаламмен ортадағы дәнекерсіз, яғни Жибрил алейхиссаламсыз тікелей сөйлесті. نعم. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى اختار موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. Әрі біз Алла тағала Мусаны таңдап алғандығы туралы айтқан болатынбыз, және Перғауын ол Мусаның ең басты жауы еді. نعم. وفضائل موسى كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام. نعم. Әрі Муса алейхиссаламның артықшылықтары, қадір қасиеті өте көп. والقصص كثيرة له في القرآن والسنة. Әрі Құран мен сүннетте Муса алейхиссалам туралы келген қиссалар өте көп. أكثر شيء يقول في قصة موسى عليه الصلاة والسلام الدعاء. في كل موضع تأتي في قصة عن موسى عليه الصلاة والسلام تجد يدعو. نعم. Әрі Муса алейхиссалам туралы айтылған қиссалардың ішіндегі ең көп кездесетін оның дұғасы. Әрі кез келген Муса алейхиссаламның қиссасын алатын болсаңыз, міндетті түрде оның ішінде Муса алейхиссаламның Раббысына дұға еткендігі айтылады. وصبر موسى عليه الصلاة والسلام في الدعوة وحرصه عليها. Әрі Муса алейхиссаламның артықшылықтарынан ол Аллах тағаланың дініне шақырудағы көрсеткен сабырлығы және ынта жігері, ыждахаты. والله أعلم. Әрі Аллах бұл туралы жақсырақ біледі.